Құрық портының іске қосылуымен еліміздің транзиттік жүк тасымалы айтарлықтай артады. Жаңа нысан арқылы жылына 4 миллион тонна жүк жөнелтілмек. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінде айтылды. Бүгінде Қытай мен Оңтүстік Шығыс Азия мемлекеттері жүктерін кәрі құрлыққа теңіз арқылы жеткізу үшін 45 тәулік шығындаса, Құрық порты арқылы бұл уақыт 15 тәулікке қысқарады. Демек, Қазақстанның транзиттік жүк тасымалы едәуір артады. Сол арқылы ел бюджетіне қомақты қаржы түсіп, порттың өзінде 100 адам тұрақты жұмыспен қамтылады. Нысан жыл аяғында пайдалануға берілмек. Қаржыландыру мәселесі оң шешілген. Биылға 7 миллиард ақша бөлініп отыр. Біз енді биыл бірінші пусковойды бітіру үшін жобаға өзіміздің есебіміз бойынша бізге 21 миллиард ақша керек деп есептегенбіз. Енді қазір бөлек, жаңағы 7 миллиардтан бөлек тағы да 10 миллиард ақшаны қарастырып жатыр, ол уже шешіліп жатыр.